металлический жіппен тіге алмай жүрсіз бе, машинаңыз жіпті үзе бере ме? Сізге осы яғни металлический нитпен, яғни жылтыр жіппен тігудің ең оңай жолын көрсетеміз. Металлический жібімізді алып, кішкентай жіп орағышқа орап аламыз өзімізге қажетті. Және астына чөлнегіне біз кәдімгі қарапайым 40-шы жіпті салатын боламыз. Көрдіңіздер ғой, астыңғы бөлігіне металлический нитті орамаймыз, қарапайым жіпті саламыз. Өзіңіздің матаңыздың түсіне қарай салсаңыз болады. Енді біз осылай салдық. Машинамызға зигзагтың настройкасын жасаймыз, яғни S-ке қоямыз. Өзіміздің қалауымызша ара қашықтығын реттеп осылай қойып шығатын боламыз. Енді осылай настройка жасап болғаннан кейін жіппен матамызды қойып тігеміз. Сол кезде жібіңіз мүлдем үзбей, өте әдемі және ұқыпты шығады. Көрдіңіздер, қазір осы бір оюды соңына дейін тігемін, бірде-бір үзген жоқ. Менде де басында алғашқы тіккен кезде тіге алмай өте қатты қиналғам, өйткені астыңғы челнокқа да мен металлический жіпті ораған болатынмын. Содан үзе береді, мүлдем тікпеді. Ең оңай жолы осы. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер.